Саламатсыздар ма оқушылар, қайырлы таң. Қазіргі өтетін сабағымыз дүниетану сабағы. Дүниетану сабағынан танысатын жаңа тақырыбымыз ауа райы адамдарға қалай әсер етеді. Балалар, бүгінгі тақырыпта сендер не туралы өтетіндеріңді сұрақ арқылы танысып көрейікші қане. Балалар, суретте не көріп тұрмыз? Бұл ненің белгісі? Иә, бұл найзағай ойнайды. Соның суреті, иә? Балалар, бұл найзағай ойнау сәтінде қатты дауыстар естіледі, иә? Сендер найзағай ойнағанды естіп көрдіңдер ме? Келесі суретке назар аударайық. Балалар, бірінші суретке қараңдаршы. Нені бейнелеп тұр? Жер сілкінісін бейнелеп тұр, иә? Жер сілкінген уақытта үйлер аз-маз қозғалады, иә? Жер сілкінісі аз болса, сәл-сәл қозғалады. Ал жер сілкінісі қатты күшті болса, ол үйлерді сындырып жіберуде мүмкін. Келесі суретке назар аударайық. Су шатырға дейін барса, яғни бұл су тасқыны. Су тасқыны бұл да табиғи апатқа жатады. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы жайлы болады. Адам өмірі мен қызметі ауа райына және климаттық жағдайға тәуелді. Кей жағдайда табиғаттағы катаклизмнен болатын апаттарда адам өміріне қауіп төндіреді. Балалар, ауа райы бір қалыпты болып тұрса, ауа райы адам өміріне қауіпті емес. Бірақ кей кездерде ауа райында да өзгеріс болып тұрады. Климаттық катаклизм бұл су тасқыны, яғни жаңбырдың мөлшерінен тыс жаууы. Климаттық катаклизмге сонымен қатар құйын, боран, бұршақ, құрғақшылық та жатады. Балалар, оқулығымыздың 8-9 бетін ашайықшы. Бұл жерде сендер адам өміріне ауа райының қалай әсер етуін көресіңдер. Есіңде сақта, табиғи катаклизмде, яғни климаттық катаклизмде адам ең алдымен табиғи апат кезінде ең бастысы қағида сабырлы болу, жылдам әрі сенімді қимылдау, дүрбелең салмау. Табиғи апат кезінде үйде болсаң, тұрмыстық құралдарды электр желісінен ажырат. Газ және су келетін крандарды жап. Сақтық ережелеріне сай әрекет жасау керек. Балалар, үйге тапсырма. Сендер дүниетану оқулығының 8 және 9 бетін ашып оқып, түсінгендеріңді айтып бере қойыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Дүниетану сабағынан сендерден кері байланыс күтемін.